Ассалаумағалейкум біздің көрермендер. Біз бүгін Бақыт ағамыздың үйінде қонақтамыз. Бақыт ағамыз өзіміздің қандасымыз. Монғолиядан осыдан бір 10 шақты жылдар бұрын көшіп келіп, осы Рахат ауылында мекендеп, бала шағасын көтеріп, осында кәдімгідей біздің ауылдың сыйлы азаматы, өзіміз жақсы көретін ағамыз, өзі бір құрметті отбасы, тілек бауырымыз осы мына спорт жағында үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен дәрежелі спортшы, қазір өзінің шәкірттері бар, жақсы тәрбиелеп жатқан. Мақпал қызымыз тілек тәрбиелеген, міне чемпионат Азияға барып, кәдімгідей жүлделі болып келіп жатыр. Нина деген қыз, үлкен тағы да мына Алижан деген балалар чемпион области болып жатыр. Өзі сол бокстан үлкен өзі жетістіктерге жетіп, енді өзінің сол бала тәрбиелеп, сондайға келіп, соған жеткізіп жатқан жайы бар. Енді сол жігітті тәрбиелеген біздің Бақыт ағамыз. Бақыт ағамыз енді Монғолияда ауыл шаруашылығында жұмыс істеді. Осында көшіп келген кезде, ол кезде енді колхоз Ильича деген бар еді. Сол колхоз Ильичада кәдімгідей мал дәрігері болып, жақсы көрсеткіштер көрсетіп, осында жұмыс істеп, елдің сыйын алып, осы құрметті азамат болған бізге ағамыз болады. Бақыт аға, сізбен сөйлесейін дегенім, енді сіз екі мемлекетті де көрдіңіз. Екі мемлекетпен салыстыра аласыз. Қазір енді біздің елбасымыздың программасы бойынша біздің президент Қасым-Жомарт Кемелович осы үлкен көңіл аударып жатыр, осы біздің ауыл шаруашылыққа да. Нұрсұлтан Әбішев кезінде көңіл жақсы аударған. Енді бірақ біз бір орында тұрған пойыз сияқтымыз. Түтініміз шығып жатыр. Жақсы даусымыз шығып жатыр. Бірақ ауыл шаруашылығымыз әлі де бір орында тұрған сияқты. Енді мен сізге осы білейін деп едім, сіз енді былай қарағанда салыстыру жағынан Монғолия мен Қазақстан жағынан салыстыруға болады сізге. Мысалы айтайық, біздің Қазақстанда 2009 жылдың аяғында 18.896.318 адам бар саналды, есеп саны. Ал Моңғол елінде сол кезде 3.300.000 адам болды. Рас. Енді біздің көлеміміз 2.725.000 квадратный километр. Мен енді көрерменді кешірім сұраймын, өзім орысша оқығаннан кейін арасында мен орысшамды қосып жіберуім мүмкін. Неге десеңіз, кішкене қазақшаға енді кейде тілім жетпей қалуы мүмкін. Оқасы жоқ. Ал Моңғол елінде 1.564.116 квадратный километр жері. Сонда біздің Қазақстан бүкіл дүние жүзінде 9-шы орын алады екен. Моңғол елі 19-шы орын алады екен. Біздің енді мына ТМД елінде біз Қазақстан 2-ші орын алады екенбіз. Ресейден кейін жер көлеміне. Енді осы жерге байланысты, енді қараңыздар, енді бір қызық нәрсе, оның барлығын цифр айтады ғой, ол Моңғол елінде Монсамай деген стат информ агентство бар екен. Рас. Монсамай. Бізде енді оны жүргізетін комитет статистики, Министерство нацэкономики. Вот енді қараңыз, енді маған бір қызығы, мына внутренний валовый продукт дейміз ғой, ВВП. Моңғол елінде ВВП ауыл шаруашылығының долясы сол ВВП-да 16.6% екен. 16.6%. Үлесі. Үлесі. Ал енді, міне көрермендер, 16.6 есте болсын. Ал бізде Қазақстанда 4.4% доля ВВП. Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында 4% ғана? Пайыз ғана сондай үлесі келеді екен. Енді Моңғол елінде ауыл шаруашылығында осы мына 3.300.000 адамнан 42% ауыл шаруашылығында жұмыс істейді екен. Ауыл шаруашылығында жұмыс істейді екен. Ал біздің комитет статистика бойынша біздің 18.896.318 адамнан 45%
адам саны ауыл аймақтарда тұрады, бірақ оның барлығы ауыл шаруашылықта жұмыс істемейді. Отырықты. Иә, сол 45%-тің ішінен 30% адам ауыл шаруашылығында, 30%, 30%, сол 45%, жаңа тұрып жатқан 45%-тің ішінен 30%-ы ауыл шаруашылығында өзі қызмет нетеді екен. Біреусі диқаншылық, біреу мал өсіреді, біреу тауық өсіреді деген сияқты сондай. Біреу егін егеді, бау бақшасы бар, сондай. Енді біздің Қазақстанда 8,5 миллион адам, осы мына 18 миллион адамнан 8,5 миллион адам бізде негізі вообще барлығы жұмыс істейді екен. Қалғаны енді оқушы, студент, пенсионер, там жұмыс істемейтіндер. Енді сол 8,5 миллион адамнан 2 миллион адам ауыл шаруашылығында өз жұмыс атқарады екен. Оның ішінде тек қана мал шаруашылығы мен егін шаруашылығы емес, о жерде трактор айдау, трактор өндіру, запчасть тасу, соларға бір оборудование алып келу, май шығару, переработкасы бар. Ол полностью агропромышленный комплекс дейміз ғой. Ол сол жерде неткен. Енді қараңыз, енді қызық нәрсе. Міне Моңғолды салыстырып жатырмыз, Қазақстанды салыстырып жатырмыз. Соның ішінде енді қараңыздар, бізде сондай деңгей бар. Сонша мүмкіншілігіміз бар, иә. Ал енді, міне құрметті көрермен, енді өздеріңіз түртіп отырасыз ба, қалай нетіп отырасыз, өзіңіз қараңыздар. 2019 жылдың аяғына осы Монсаме агентствоның несі бойынша, данныйлары бойынша, Монғолияда 71 миллион мал саны бар екен. Дұрыс. 71 миллион мал саны бар екен. Оның ішінде жылқы малынан 4 миллион 213 мың 800 бас. Бізде жылқы малы, қазір мен сізге айтайын, бізде 2 миллион 708 мың 609 бас жылқы бар екен. Сиырдан Моңғол елінде 4 миллион 751 мың 700 бас екен. Бізде Қазақстанда сол күнге 7 миллион 696 мың 600 бас сиыр бар екен. Енді түйе басына келсек. Түйе басы Моңғол елінде 472 мың 400 бас. Бізде 214 мың 434 бас. Қой малына келсек, ұсақ малға, қой малы, таза қой малынан бізде негізі ешкі мен қойды бірге санапты. Сонымен енді ол бірге санағанның өзінде Қазақстанда 19 миллион 871 мың 460 бас ұсақ мал бар екен. Ал Моңғол елінде тек қана қой басы, қойдың өзі ғана 32 миллион 258 мың 700 бас бар екен. 33 миллион құттарды. Ешкіден, олар ешкіні бөлек санапты. Соған қарағанда бұларды ешкіге өте қатты көңіл аударатын көрінеді. Дұрыс айтасыз. Ешкі басы 29 миллион 253 мың 400 бас. Енді бақтаға, енді бәріміз қазір былай қарағанда бәріміз ауыл шаруашылығына қазір көңіл аударған сияқтымыз. Былай негізі қарағанда енді қалалықтар бізді ауыл деп айтады, бірақ негізі сол ауыл қалада тұрып жатқандардың барлығы сол түбіртегі ауылдан шыққан. Рас қой. Ертең күні біз машина айдамасақ та болады. Рас. Киімді бірдеңке қылып әйтеуір жамап киерміз. Рас. Мына телевизор көрмесек те болады. Рас. Мына қазір ұстап жүрген телефонымызды ұстамасақ та болады. Мына утюг, басқа анау, бірақ тамақсыз біз өмір сүре алмаймыз. Рас. Бір күн су ішпесек, бір күн нан жемесек, қазақ тем более бір күн бір кусок ет жемесе, ол деген қазақ емес, вообще негізі бүкіл дүние жүзі тамақсыз құрып кетеді. Дұрыс айтасыз. Сол үшін енді мен өзім ойлаймын, осы экономиканың драйвері, экономиканың көшбасшысы, ол ауыл шаруашылығы болу керек. Рас айтасыз. Сол үшін үкімет те қазір енді түсініп, соны ауыл шаруашылығына көңіл аударып отыр.
Өте Бірақ дұрыс. жаңа мен айтып кеткендей, міне пойыз сияқты біз деген түтініміз шығады, пық-пық дейміз, ойбай бүкіл дүние жүзіне там ана гудокты басқан кезде даусымыз шығады. Бірақ енді қараңыз, кішкентай ғана Монголия. Рас, рас. Бір жапырақ Монголия. Рас. Оның қасында Қазақстан деген мына дастархан сияқты. Күрделі ел ғой. Күрделі. Адам саны көп. Сіздің ойыңызша, енді сіз ақсақалсыз, уже бір сараптап, өзіңіз, мен білемін, сіз деген өте көп оқисыз. Кітап оқисыз, мына теледидар қарайсыз, интернетті қарайсыз, өзіңіз көп сондай соған қызығасыз. Енді өзіңіз салыстырмалы келген кезде неге моңғол елінен біз қалып бара жатырмыз? Енді айналайын Арман, өзіміздің азаматтардың ішінде жалпы мына халықтың қамы үшін еліме жеріме деген патриоттық көзқарасыңызға мен өте ризамын. Тек ауыл шаруашылық саласы емес, осы еліміз өркендесе екен, осы жастарымыз дұрыс болса екен, еліміз бай болса екен, өзіміздің байлықты осы қазақ еліне не бұйыртса екен деген осындай жасық көзқарастарың бар. Ауыз су болса да ауылдың ішіндегі шешілмей жатқан проблемаға атсалысып, соларды қалай жөнге келтірем деп, өзіңнің қарабасыңның қамы үшін емес, біздің халқымыз үшін талай атсалысып жүрген жерлерін көріп жүрміз. Бір жастар болса да жаңа шығайын деп тұрғанда қолтығынан көтеріп, бетін қақпай, бала болар адамның белін бу дегендейін үстіп жатсың. Мен өзіңізге дән ризамын. Жас болсаңыз да ақыл жастан, асыл тастан. Мына айтып отырған әңгімеңіз өте актуальный дүние. Қалай десеңіз, өкіметіміздің қойып жатқан талаптың өзі, қандай бастық болсаң да, қандай ел басы болса да, қандай жерде болса да, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз сөзіңізде, бір қазақ адам бір жапырақ етсіз отыра алмайды. Бұл біздің ата бабамыздан қанша ғасырлар жалғасқан өзіміздің ата кәсіп деп айтуға болады. Мал шаруашылығы. Жалпы мал шаруашылығы емес, ауыл шаруашылығы. Советский Союздың жаңа мына өтпелі кезеңде бөлінгеннен кейін Қазақстан өзінің жекешелігіне кеткеннен кейін көбінесе жастардың ұғымы, мысалы қызмет істесем, оқысам, шетке барсам, кәсіпкер болсам деген әңгімелерді айтып жатыр. Бірақ көбінесе көпшілігі көбінесе қалаға тартады. Ауыл шаруашылығында ауыл шаруашылық деген біздің экономикамыздың қол артар тірегі деп ойлаймын. Қазақ еліміздің өкіметтің қойып жатқан талап өте дұрыс. Ауыл шаруашылығының өнімі табиғи таза өнім. Ешқандай химиясыз, ешқандай өзгеріске түспейтін, адам ағзасына, адамның өмір сүру мүмкіндігіне көптеп өзінің пайдасын тигізетін өнімдер. Біз адам қазақ ата кәсіп деп айтамыз. 4 түліктің ішінде қолданбайтын дүние жоқ. Оның терісін қолданған, оның сүтін қолданған, оның етін қолданған. Енді өзі қолданбайтын дүние жоқ. Сондықтан біздің мемлекетіміз қанша өркендесе де, ауыл шаруашылықсыз өмір сүру мүмкін емес деп ойлаймын. Моңғолиямен салыстырып келген кезде Қазақстанда ресурс бар. Моңғолияның климаты қатал, суровый климат. Сондықтан оларда ұстанып отырған өздерінің варианттары бар. Себебі дегенде, ондағы мамандарды ешқашан өтпелі кезеңде ауыл шаруашылығы мамандарын ерен санамай, көңіл қоймай тастаған жоқ. Мал дәрігерлерін, зоотехниктерді, осылардың бәрін сол кезде де оқытып, сол ауыл шаруашылығына жаңа жіберіп отырған. Сондықтан ауыл шаруашылығынан түсетін түсім жеке адамның экономикасын көтеруменен мемлекеттің экономикасын көтеруге орасан зор үлесін қосып тұр. Алдымыздағы үлкен көрші Қытай мемлекетінде ауыл шаруашылығы өнімдері ауадай қажет, сұраныс қатты күшті. Моңғолияда өсірілетін малдар өзінің жерінің климатына сәйкескен жаңағы алыс шеттен әкелген малдар емес. Ол өзінің сол жергілікті климатына сәйкескен өзінің ата кәсіп, бұрыннан келе жатқан қой малы, бұрыннан келе жатқан моңғол жылқысы, бұрыннан келе жатқан екі өркешті түйесі, бұрыннан келе жатқан жайылымға төзімді, қолға қарамайтын 4 мезгіл жайылыммен шығатын осындай малдары бар. Шет мемлекетті, мысалы біз Австралияның қойы, Канаданың сиыры, пәленнің жылқысы, түркіменнің ақал текесі, араб қанды деп жатырмыз. Бұлар біздің климатқа сәйкеспегендіктен бұлардан өнім алу өте қымбатқа түседі. Себебі деген оларға өте күтім қажет.
бірден климатқа қалыптаспаған, екіден ол үйреніп біткенше уақыт алдырамыз. Олардың малдары өзінің табиғи, өзінің еліне жеріне сәйкес келген малдар. Мысалы жаңағы Моңғолияда өсірілетін ешкілер түбіт бағытыныкі. Қытайға түбітін береді, терісін береді, қойының терісін береді, жүнін береді. Одан кейін түйе жүні деген өте сұраныс күшті. Түркия алады, одан кейін Иран, одан кейін жаңағы мына Пакистан, осы мемлекеттер түйе жүнін қатты алады. Сондықтан олардың бәрі синтетик емес, химиялық емес, табиғи өнім болғандықтан сұраныс күшті. Сол Моңғолияның маркасы менен Қытай мемлекеті дүниежүзіне ешкі түбітінен, түйе жүнінен, одан кейін ят дейді, қодас. Қодастың түбітінен, қодастың қылшығынан, қодас теріслерінен жасалған бұйымдарды белгілі Европаның мемлекеттеріне Моңғолияның маркасы мен Моңғолияның атымен экспорттап отырған жағдай бар. Сондықтан адамдарының жеке басының экономикасы мен мемлекеттің экономикасына 4 түлік малдан түсіп тұрған өнім қыруар күшті. Сондықтан 42% ауыл шаруашылығын істейді деп отырғаныңыз өте дұрыс. Олар өзінің ата кәсіп деп есептелетін осы 4 түлікке байланысты еңбектерін әлі тоқтатқан жоқ. Ал енді шетке арнайы өткізетін ет, шетке экспортқа беретін дүниелері ол арнайы фермаларда. Бірақ ол мемлекеттік түрде өзінің берілетін тағамдары, витамин тағамдары, мысалы Германияға жылқыдан экспорт беріп отыр, жылқы етінен. Германия немістер жаңа бізден жылқы етін алады. Жылқы етін алғанда оны арнайы зерттеліп, арнайы лабораторияда тексеріліп беретін жем шөптердің бәрі заңды болады да, сосын Германияға біз жылқы етін экспортқа жасаймыз. Алдыңғы мемлекеттерге, мысалы Лаос, Камбоджа, жаңа Вьетнам секілді мемлекетке біз ешкі етін, Таиландға ешкі етін береміз. Себебі дегенде олар майлы көп тамақ жей алмайды. Ешкінің етін соларға экспорт жасаймыз. Енді айландырып айтып келгенде біздің Қазақстанда кейбір жағдайларды өзім ойлаймын, оны белгілі дайындалып жатқан мамандар білу керек. Өтпелі кезеңнен кейін ауыл шаруашылығынан көңіл бөлінбей қалды. Мал дәрігерлері оқытылмады. Мал жағына ешкім көңіл бөлмеді. Зоотехниктер сол кезде совет заманында келген адамдар мүлдем құрып кетті. Ауыл шаруашылығына көңіл бөлмеді, малдың аурулары көп пайда болды. Мысалы яшур дейтін, жаңа қарасан дейтін, жаңа сибирка, осылардың бәрі пайда болды. Енді былтыр дерматит деген ауру болды мына сиырдың. Енді осылардың бәрі уақытында вакцина салынбаған, мамандар дайындалмаған, ветврачтар оқытылмаған. Олар оны маман деп санамайды. Ой, ауылға барасың, қойшы мал болмай қой дейді. Сонсын кейін біздің елде, Моңғолияда жайылымды өте дұрыс пайдаланады. Жайылымды режиммен. Жайлау болу керек, қыстау болу керек, күзеу, көктеу. Жайылымды өте дұрыс пайдаланады. Біздің елде қалай болып жатыр? Астың жайлауына ел бармайды, шағын ғана сана мал азған адам барады. Ауылдың маңайына малды чиырлап еріп, сол ауылда тұратын территорияның бәрін жаңағы тоздырып бітірді. Мысалы солардағы аңқұс тозып кетті. Мен осы ауылда рағатта мына кекілік дейтін тура қораға келіп жүретін, ол жоқ болды. Елік көрініп жүретін оның жоқ болды. Ауылдың маңайы чиыр болды. Мұнда пайдалы өсімдіктер болды. Мысалы қызыл мия мұндардағы. Мына қызыл миямыз деген құрып кетті, міне жоқ. Жаңағы ит мұрнымыз жоқ болды. Мына бұта бүрген өте қасиеті мол малдың етіне дем беретін доланамыздың бәрін жағып бітірді, міне түк қойған жоқ. Сондықтан жайылымды дұрыс пайдаланбай жатыр. Жайлау болу керек, қыстау, күзеу болу керек. Енді жайылымға мен ойлаймын, Қазақстанда бірінші рет өртеп тастады. Сондықтан өртеу дейтін бар. Табиғатты үйтіп құртуға болмайды. Оның аңқұсы, жануардың бәрі кетіп жоқ болады. Ертеңгі күні жаңа сондағы әдемі бұта бүрген. Мысалы доланамыз жоқ болды. Мынада бөрі қарақат дейтін болды, жоқ болды. Жаңағы шиповникамыз жоқ болды. Оның бәрі өртеніп кетіп жатыр. Мына жайылымды дұрыс пайдалану керек. Жайлау тыңайып кетті. Совет үкіметі тарқағаннан кейін жайлауға ешкім бармайтын болды. Алыс жайлату керек, малдың денсаулығына көңіл бөлу керек, уақытында вакцина салу керек. Шетелден мал әкеп қалың шығынға батқанша, мысалы Канададан әкелген сиырларды көрдіңіздер ғой. Осындай жұқпалы ауру шықты, бәрін қырып тастады. Ол бір сиырдың құны қанша еді? Үлкен суммада келді. Енді біз өз елімізге қалыптасқан қазағымыздың ақбас сиыры, қазағымыздың еділбай қойы, Семейдің қарабас қойы,
өзіміздегі әулиекөл сияқты осындай жақсы тұқымдарды өсірсек, қазақтың жабы дейтін жылқысы міне өзімізге. Ол ет бағытынікі. Жүрісті, неге мықты. Ал енді жеке кәсіпкерлер өзінің жүйрік аттарын ұстасын. Енді ол өз еркі. Бірен саран. Оған енді біз шек тоқтата алмаймыз. Себебі не дегенде кез келген адамның оған қол жетімділігі нашар, жетпейді. Мысалы бір шетелден алып келген арабтың арғымағы, жаңа ғана түркімен текежаумет дейтін жылқыдары бар. Осыларға қол жеткізу үшін оның шығынын ауылдағы жаңа қарақалық көтере алмайды. Сондықтан оны қалтасы бар мықты азаматтар ұстасын, оған шек тоқтатпаймыз. Біздікі қазақи жылқы, сонсын кейін қазақи еділбай қойы, қазақи ақбас сиыры, осылар болатын болса біз жетпейтін ештеңе жоқ. Олардың тек денсаулығына сол мамандардың берілетін еңбек ақысын беріп, мүмкіндігін жаратып, өзінің условиясын келістіретін болса, біздің елде әлдері жетістік көп. Сондықтан қолда бар мүмкіндіктен айырылмай, ал енді ауыл шаруашылығы дегенде біздегі соңғы кездегі ұғым, ой, ауыл шаруашылығын қойшы, тағы бір мал ма? Онымен не тауып жейсің деген әңгіме айтады. Ал енді Монғолияда мына жайылымды өте дұрыс пайдаланады, жайылымды отамайды, жайылымды өртемейді. Енді олардың малдарының ет қасиеті, мысалы ондай ауыр індет жоқ. Себебі дегенде олар мына ауыл шаруашылығы мамандарын сол осы күнге шейін жақсы жетілдіріп келеді. Берілетін еңбек ақы жақсы, мүмкіндік жақсы, машинасы бар, машина мүмкіндік, пункттері бар, көшпелі пункттер, жайлауға, күзеуге барғанда. Оның бәрі жекеменшік қой. Жекеменшік. Міне көрдіңіз бе? Жекеменшікке өкімет көңіл бөліп отыр. Жекеменшік болса да өкімет өзінің көңіл бөліп отыр. Өйткені жекеменшікті қолдаса, жекеменшік байыса, өкіметке қол артпайды. Көрдіңіз бе? Олардың артық дәулетінің бәрі Монғолия мемлекетінің атынан шет мемлекетке экспортқа кетеді. Міне көрдіңіз бе? Ал олар қайтып жатыр, өкімет қайтып жатыр. Олардың жаңағы алған өнімдерін 100% тазалап, 100% ешқандай не жоқ, стандартқа сай дайындап беріп отыр. Мінекей. А сонсоң лишний одан артық шыққан дүниесі экспорттан кәдімгі өзіміздің киімге жарап жатыр. Мысалы, жаңағы Монғолияның кождары швед кождарынан жаңағы халықаралық рынокта екеуімен бірге түсіп отыр. Оларды жаңағы шет мемлекетке экспорттайды, өзінің малының терідерін іште өңдейді, артық экспорттан қалғанын. Ішке өңдеп, оны бұйым жасап шығарып отыр мінекей. Ал енді ол табиғи өнім деген енді ауадай қажет, осындай. Монғолияда мүмкіндіктің көбі, қалай десеңіз, өзінің климатына сәйкескен өзінің малдары. Шет мемлекеттен бұлар мал алмайды. Өзінің түйесі, өзінің қойы, өзінің ешкісі, өзінің жылқысы. Сондықтан бұларда мал шығыны аз. Екінші, жайылымды қатты дұрыс пайдаланады. Енді осындай жағдайлар бар, салыстырмалы жағдайда. Сонсоң халқының ұғымы ауыл шаруашылығына қатты көңіл бөледі. Ауыл шаруашылығында жұмыс істеп отырған адамдардың бәрі жеке машинасы бар, жеке мотоциклдері бар, жеке көшпелі мына күн нұрыменен жарықтандырған бүкіл аппараттардың бәрі бар. Ол қандай жерде де үйдің жылулығына қолданатын, жаятын шатырлары қошып қонғанда осындай мүмкіндіктер өте көп. Олардың жаңа қыстау, күзеу жайлаулардың бәрінде арнайы орындар бар, адамдар тұру үшін. Осындай. Енді малдарының етіне келсек, табиғи өнім жегендіктен, жаңа біз бұрын айтатын, мал сорпасыменен шаршаған адамды көтеріп алады, босанған әйелдерді көтеріп алады, сорып ішкізеді мал сойып деген. О кезде қазақта жүгері салған жоқ, бидай салған жоқ, комбикорм берген жоқ. Табиғи малдың өмірі 1 квадрат километр жердің ішінен 800 түрлі шөпті тербейді екен. Бұлардың сорпасының дәмді, сонсоң адамның иммунитетін көтеретін қасиеттің болып осыған байланысты. Мысалы, жаңа бізде 3 түрлі өнімменен мал борлайды. Комбикорм, жүгері, бидай, міне осындай затпен. Енді оның көп свойствосы, көбінесе жаңағы жоңышқадан алынады каротин дейтін жаңа состав бар. Жаңағы. Енді одан басқа ештеңке жоқ. Сондықтан қайту керек деген 3-4 түрлі өнімнен шыққаннан 7-8 түрлі жайылым шөбін жесе, оның ішінде почти былай айтқанда, енді грубый айтқанда 50% дәр шөп бар мінекей. Енді қараңыз, жаңа айтып кеттіңіз, Моңғол мемлекеті, Моңғол басшылары
осы ауыл шаруашылығына қатты көңіл аударып, осы мына пункттарға барып соларға мына негізгі шаруаларға бәрі жақсы көмек істейді дейді. Енді біздегі мен бір ойлаймын, енді бізде дамымай, ауыл шаруашылығы онша дамымай, мына мал шаруашылығы тоқтап қалғаны былай қадам бір екі үш қадам жасайды, бірақ ол қадамның өзі бір кішкентай баланың несін дейді, өзі қадам сияқты болып отыр. Мен енді бір причина негізі осы бізде бір себеп тоқтап қалғаны, ол адам жоқ, малшы жоқ. Бізде қазір біреу мал өсірейін десе, өзі бала шағасымен бағу керек, болмаса мал шалу керек. Көп мал болған кезде ол малдың саны көбейген сайын ол жалғыз шаруа қожалығының басшысы бала шағасымен үлгермейді. Оның баратын жерлері бар, оның отчеттары бар, оның жем шөбін дайындау бір сезон келеді, бір отын су дайындау келеді. Соның барлығына ол деген жалғыз өзі үлгермейді. Сол себептен даже былайша айтайық, даже 100 қой алсаң, 100 қойың бар болсын, сол 100 қойға да былай да былай малшы алу керек. Дұрыс. Бізде енді ол осы малшы жоқ қазір. Көбінесе барлық шаруашылықтар мал санын азайтқаны малшы жоқ деген себептен. Дұрыс айтасыз. Сол мәселе Моңғолияда қалай шешіліп жатыр? Мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз, ауыл шаруашылығына барып жұмыс істейді. Мен қойшы болып барайын дейтін адам жоқ. Ой, қойшы сол. Мен қойшы болып бір жерге бір фермерге барып қойшы болайын десе, мысалы оған баратын адам жоқ. Адамның ұғымы осындай мына төмендікке келген. Мына енді компьютер заманы дейді, мына 21 ғасырда адамдардың есі дерті мына қаланы барандау, қалаға ұмтылу. Қалада сауда жасай ма, жаңа базарда бола ма, жоқ әлде жаңа қандай бір кәсіп стройкада бола ма, соған жұмыс істеп жүргісі келеді. Ауыл шаруашылығын жете түсінудің сыртында бір қалыптасқан жаман ұғым, ой, қоймен бірге қой болғанды қой деген осындай ұғым бар. Жастардың түсінігі осындай төмен. Бір кезде де мақалда шығып кетті, өсетін бала қалаға шабады, өспейтін бала далаға шабады деген. Көрдіңіз бе? Ол енді мына современный қазір осы кезде өткізді кезінде жаңадан шыққан мақал. Адамның психологиясы өзгеріп, сосын біздің ата кәсіп бұрын көшпенділер деп келген, ұлы дала халқымыз біз. Жаңа жақсы ат қойылды, есім қойылды, ұлы дала халқымыз. Сондықтан қайту керек дегенде, біздің қазақ жайлап жүрген, көшіп жүрген, қонып жүрген техника жоқты да. Сол малменен, сол малдың етін жеп сүтін ішкен адамдар мына дана болып шыққан, көріңіз. Біздің Абай атамыз, біздің Шәкәрім, біздің бүкіл жаңағы қазақтан шыққан лидерлердің бәрі осы малдың өнімдерін ішіп, осы малмен көз ашқан адамдар. Біздің батырларымыз да солай болған. Сондықтан мына мал шаруашылығы дегенді ойлаймын, жастар түсіне білу керек шығар. Жастар түсіну керек. Ет жемеген бала ол батыр болмайды ғой. Ол енді қараңыз, ет жемеген бала қалай батыр болады? Соң ауыл шаруашылығының әсіресе мал шаруашылығына адамды ынталандыру үшін сондай бір дүние жасау керек. Mesela ақылды адамдар бар, профессор, ученый жаңағы ғалымдар бар. Ауыл шаруашылығына адамды ынталандыру, оқыту, тоқыту. Сосын ауыл шаруашылығында фермерлерге мүмкіндік жасау. Мысалы жерді, саған 5 гектар жер бердім, бітті осының ішінде жүресің дейтін болса, қалай мал өседі? Мына бос жатқан жерді, мысалы Қостанай, Петропавл, мысалы ана Жезқазған, Қарағандыда біз бүтін 1 сағат жүргенде бітті кішкентай ауыл қасында бір 30-35 ғана сиыр жатыр, отыр көрмедік. Ана Қарағандының жері қандай? Мысалы Шетаудан дейді Жаңарқа, ана Ағадыр, жаңа Қызылтау дейді. Ұшқан құстың қанатталатын шұрайлы осындай керемет жайылыммен малы жайылымға қалыптасса, ешкім оған қиналмай, шөбіне жеміне қиналмай, осындай мал бағатын жерлер көп. Соларды шексіз беру керек, мен ойласам. Енді егіндік жерді үкіметтің резервінде тұрады ғой, егіндік жерге апарып мал салмай қойсын. Онсыз да мал өсіру үшін мүмкіндік көп екенде. Мен Қарағанды, Жезқазған, Ағадыр, шеткі аудандардан жүрген кезде бүтін 1 сағат жарым жүргенде елді мекен жоқ, шөп деген туысып кеткен, не бір түрлі шөп. Тоқтап машинамен көрдік. Изден, жусан, бұйрығын. Міне, оның бәрі тегі витамин. Көрдіңіз бе? Пайдалы. Сондықтан қайту керек дегенде, фермерлерге жерді шектемеу керек, аямай беру керек. Сондықтан барып мал өседі. Ол кісілердің доходы, кірісі үкіметке түседі, өзі байиды, халқымыз байиды. Содардан түскен ет, сүт өнімдері біздің мына ауыл шаруашылық өнімі деп тіпті шетке экспортқа бермей қойсын.
ішімізде бүкіл халықтың мүмкіндігін қамтайтын осындай резерв бар. Сондықтан ауыл шаруашылығынан қашпайық. Ауыл шаруашылығының бастап осыларға жаңа бастама жасап, мал өсіріп жатқан фермерлерге барып жұмыс істейік. Үкімет мүмкіндігін жасасын. Жаңағы фермерлердің фермерлерге беретін, үкіметтен беретін жеңілдік ақшасы болса, ұзақ мөлшердің несиесі болатын болса, фермерлер қолындағы жұмыс істеп отырған адамға да көңіл береді. Оларға бұрынғы Советский Союз кезіндегі 11 айдан кейін демалыс беру керек. Денсаулығы нашарласа, санаторияға жаңа путевка берсін, денсаулығын дәрілетсін, олардың демалатын күндерінде мүмкіндік жасасын. Басқа уақыттарда мына табиғаттың қатал сезонында, жаңбырлы кезде, қарлы кезде, аязды кезде осы условияны байланысты олардың жаңағы еңбек ақысын какой-то процентпен қосып беру керек деп ойлаймын. Көшіріп қондыруға, баласын оқытуға мүмкіндік жасап, сондай бір жақсы үкіметтен үй салып берсе, үкіметтен жаңағы үй берсін, ол еңбегіне сай. Бұрын Совет үкімет кезінде сондай болды ғой. Чабан ең бірінші чабанның баласы оқиды. Жақсы киімді чабанның баласына береді. Дұрыс. Үй берсе ең бірінші чабанның отбасына беретін. Дұрыс. Машина келсе очередьпен алатын, ол кезде чабанға беретін. Дұрыс. Сол кезде сіз айтып отырсыз, айтқаныңыз өте дұрыс. Кезінде Жазылбек Қуанышбаев атанымыз 2 реткі мына герой соцстрода болды. Біз оқушы кезімізде. Ыбырай Жақаев ауыл шаруашылығы істеген кісі күрішші Қызылорданың. Ол кісі 2 реткі герой соцструда болды. Ал енді Молдасанов ағамыз міне білесіздер. Тек қана қоймен көзін ашты. Үкіметке қанша отыр дайындап берді. Ол кісілер жаман болған жоқ. Бала шағасының бәрін ата кәсіпке тәрбиеледі. Енді сол кісілер жаман болып отырған жоқ жаңағы. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз ата кәсіпті дәріптеуіміз керек. Ата кәсіпті дәріптеп, жастарымыздың басына құйып, жастарымызға мүмкіндік жасап, демалатын кезінде, табиғаттың қатал кезінде өзінің еңбек ақысын жаңағы дополнительный қосымша беріп, осындай ынталандыру саясатын қолдану керек. Ал ауыл шаруашылығы өнімдері деген мына заманның қиындап, дүние кимияға айланып, бүкіл экология бұзылған заманда мал өнімдері бізге ауадай қажет. Сондықтан біз жаңағы заводқа түскен, искусственный жаңағы жасалған дүниелерден бас тартып, ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұранысты арттыру керек. Оны реклама жасап, өздерің сияқты жас азаматтар мына хабарламасында дәріптеп, құлағына құйып түсіндіріп, қандай қасиеті бар екен, қандай адам денсаулығына, болашаққа адам өмір сүруіне олардың қосатын үлесінің зор екендігін танытып жүрген сіздер сияқты азаматтарға біз әрқашан жол болсын, ақ жолдай айтамыз. Енді рахмет ағам. Өте қызықты әңгіме айтып бердіңіз, салыстырмалы әңгіме айттыңыз бізге. Көпті көрген адамсыз, көп елді аралап, көп жерді шарлап деген сияқты. Сізге көп рахмет, осындай біздің көрермендерге қызықты әңгіме айтып берген үшін. Құрметті қалайық, бәріміз ауылға көшейік. Бәрекелді. Ауылды көтерейік. Бәрекелді. Бәріміз сол ауылды көтеруге ат салсайық. Бәрекелді. Ата кәсібімізді қолдап, сол ата кәсібімізбен мал табайық. Бәрекелді. Бәріңізге көп рахмет. Бәрекелді.